Kempir men şal ömür sürüptü. Olardың bir kızı var eken. Şal balık aulap, kempir ау жамап күндөрүн көрүптү. Bir günü balık aulap oturgan şal ağıp gele жатқан bir sandıkты көрөт. Sandıkты судан шығарып үйүнө апарат. Kempir мен кыз экеуі жабылып, sandıkты аша алмайды. Осы кезде көмекке шал келіп, зорға дегенде сандықтың аузын бұзады. Қараса, ішінде 7 бүктеліп, айдахар жатыр екен. Ол басын көтеріп: Сен маған жақсылық жасадың. Мен бір ғасыр бойы осы сандықтың ішінде кептеліп жаттым. Сендер мені босаттыңдар. Сол замандағы бір сиқыршы маған өшігіп, айласын асырып, осы сандыққа салып, аузын мықтап құлыптап тастады. Сандықтың іші тым тар болғандықтан, бар қасиеттен, күштен айырылдым. Күн көзін көрмегендіктен соқыр бола жаздадым. Енді болмағанда аштан өлер едім. Деп үшеуіне де тиіспейді. Керісінше: Осы жақсылықтарың үшін мен сені балығы көп жерге алып барайын. Сол жаққа көш. Дейді де өзі бойын жазып, тынығып алған соң, оларды ертіп, балығы мол жайлы жерге көшіріп апармақ болады. Кемпір мен шал: Жарайды, көшелік. Көшелік. Деп келіседі. Бірнеше күн өткен соң, сәл де болса күш жинаған айдахар арқасына үшеуін отырғызып, олардың жүктерін артып, айтқан жеріне жеткізеді. Кемпір мен шал айдахар көрсеткен жерге үйін тігеді. Қыздары оларға тамақ әзірлейді. Бәрі бірге отырып, жаңа қоныста тамақ ішіп болған соң айдахар олармен қоштасып, өз мекеніне ұшып кетеді. Енді шал балық аулауға судың жағасына барады. Сәлден кейін қармағына бір үлкен балық түседі. Балықтың үлкендігі сондай, шалдың оны тартып шығаруға әлі келмейді. Күші жетпеген соң көмекке кемпірі мен қызын шақырады. Үшеуі жабылып жүріп, зорға дегенде сол балықты сыртқа алып шығады. Шал осылай тағы 2 балық аулапты. Енді ол осы 3 балықты алып, сол жердегі ханның үйіне барады. Хан балықтарды көріп, олардың үлкендігіне таң қалады. Шалға 3 табақ алтын беріп, ғажайып балықтарды сатып алады. Ханның сыйлығына риза болған шал үйіне оралады. Хан болса, кешке балық жегісі келіп, аспазшысына балықтың біреуін қақтатып әкелуін сұрайды. Аспазшы балықты алып тазалай бастағаны сол еді, кенет балыққа тіл бітіп: Мені жеме, үлкен қателік жасайсың. Дейді де жоқ болып кетеді. Аспазшы болған оқиғаны ханға келіп айтады. Сонан соң тағы біреуін пісіртпек болады. Ол да күл болып кетеді. Соңғы балықпен де осындай оқиға болады. Бұл неткен ғажайып деген оймен хан балықтарды әкеліп берген шалдың үйіне келіп, одан балықты қай жерден аулағанын сұрап біледі. Енді хан қылышын алып сол жерге барады. Суды жағалап келе жатып, басы бас, арты тас бір адамды кездестіреді. Хан: Сен кім боласың? Не қылып отырған адамсың? Деп сұрайды. Басы бас, арты тас кісі: Сұрап не қыласың? Тез арада бұл жерден кет, деп жауап береді. Неге кетуім керек? Дейді түкке түсінбеген хан. Бұл ұзақ оқиға, жазықсыз сен де бір пәлеге душар боларсың. Қазір әйелім келіп қалады. Кет, дейді. Хан айт деп қоймаған соң, басы бас, арты тас кісі: Мен өзім өшірулы елім бар. Соны билеп тұратын хан едім. Бір күні ел аралап, үйге келсем, малайларым жылап отыр. Оу, неге жылайсыңдар деп сұрадым. Олар: Ойбай, сіздің бәйбішеңіз осындағы бір сиқыршы дәумен тамыр болып, сиқыр оқуын үйреніп алды. Енді сізден құтылудың амалын ойластыруда. Бір күні сізді өлтіреді ғой деп соған жылап отырмыз, дейді. Түнде сіз ұйықтап жатқанда, байлаулы тұрған тұлпардың біреуін мініп, мына жолмен барып, мына жолмен келеді. Осы айтқандарыңды дәлелдей аласыңдар ма дедім. Күнде кешке жақын кетеді. Бүгін де барады, деп малайларым сөзін жалғастырды. Бұл әңгімені естіген соң, мен әйелімді түнде аңдыдым. Ол кеткен соң киініп артынша шықтым. Барсам әйелім қайтып кетіпті. Сол жерде малайларым айтқан дәуді кездестірдім. Ашумен барып, оны қылышпен салып қалып өлтірдім. Үйге қайтып келіп, орныма жаттым. Ертеңіне тұрсам, әйелім жылап отыр екен. Неге жылайсың? Бостан босқа адам жылай ма дегенім сол еді. Әйелім
bir tabak suuda şaşıp жиберди. Осыдан кейін өзүң көрүп турган басы бас, арты таз адамга айналдым. Муну мен коймай, элимди өш айыр суу кылып, халкымды балык кылып жиберди. Өзү күнүгө мына жол мен өлгөн дәуге барып, мына жол мен кайтат. Onun сүйөгүн кучактап жылайт, келип мени уруп кетет, деп сөзүн бүтүрдү. Әңгимени тыңдаган хан, кане, сол жол мен де барып көрейин, деп дәудің сүйегі жатқан жерге келеді. Келіп қараса, расында да дәудің сүйектері жатыр екен. Енді ханның басы бас, арты тас адамға көмектескісі келеді. Осы оймен дәудің сүйектерін құртып, орнына жатады. Bir неше уақыттан соң осы араға тасқа айналған ханның әйелі келеді. Бірақ дәудің орнында басқа адамның жатқанын байқамайды. Әйел келе дәуді құшақтай, Ой, сен тірілер кім бар ма екен? деп еңіреп жылайды. Осы кезде хан қозғалып, мен байыңды басым бас, арты тас қыл деп бедім, бар, орнына келтір, деп зіркілдейді. Мұны күтпеген әйел сасып қалады. Осы кезде хан орнынан тұрып, әйелді күйеуінің қасын ертіп барады. Әйел тағы бір табақ су шашып жібереді. Осы кезде бәрі бұрынғы қалпына қайта оралады. Әйел дәудің сиқырынан арылады. Хан тағына мініп, баяғы ханмен дос болып, мұратына жетеді. Осының бәріне себепкер болған шал мен кемпірдің қызын басқа ханның ұлына қосып, үлкен той жасап берген екен дейді.